Қарым-қатынаста жіберілген қандай қателіктермен бөлісе аласыз? Мен бақытсыз болған қарым-қатынасымды ертерек тоқтатпағаныма өкінемін. Мен де дәл қазір осындай жағдайдамын. Мен 3 жыл бұрын қазіргі жүріп жүрген қызыммен бақытсыз екенімді түсіндім. Бірақ ол дұрыс емес, бәрі өзгереді деп өзімді алдайтын едім. Мен қазір онымен әлі біргемін және оны әрқашан жақсы көретін боламын. Бірақ мен бақытсызбын. Ол мен айырылыспайынша бақытты боламын деп ойламаймын. Мен мұны бұдан әрі жалғастыра алмаймын. Махаббатың мен жақсылықтарыңды лайықты емес адамға беру. Мен соңғы жүрген жігітімді ертерек тастап кетуім керек еді. Мен жалғыз қалудан қорқатынмын. Оның сондай маған деген ерсі қарым-қатынасына өзімді лайықтымын деп ойлайтынмын және онымен айырылыса алмайтын едім. Енді мен бір адаммен бақытсыз болғанша жалғыз болудың жақсы екенін түсіндім. Сендер өздеріңе лайық, әлдеқайда жақсы адам таба аласыңдар. Жақсысы оның жаман қарым-қатынасына көне бермей, бірден тастап кетіңдер. Адамды шынымен өзгерте аласың деп ойлау. Маған лайықсыз адамға тым романтик болу, өте көп шамадан тыс кешірім сұрау, тіпті мен жаман ештеңе жасамасам да оның кетпеуін, менімен қалуын өтіну. Қызымен жүргенімізге бір айдан кейін қызымен бірге тұра бастадым. Олай істемеңдер. Бір қызығы менің қызым екеуміз енді жүріп жүрген уақытта менің үйіме көшіп келгенбіз. Ол кездері біз көшуді жоспарламағанбыз. Ол өз үйінен жаяу 30 минуттық жерде тұрған болатын және оған жаяу 5 минутта жететін жерге жұмысқа шақырды. Олар оған бұл жұмыс мейрамдарында демалатын 2 апта жұмыс істеп, 2 апта демалатын жұмыс деп айтқан. Біз сол кезде оның менің үйімде қалып, менің үйімнен жұмысқа бара беруін және демалыс күндері өз үйіне барып тұруын жөн көрдік. Ал соңында мен оның ешқандай демалысы жоқ екенін, оның бірден толық демалысы жұмыс күніне келіскенін және сол үшін менің үйіме көшіп келгенін білдім. Саған мән бермейтін адамға ешқашан бауыр баспа. Сені запасной вариант ретінде көретін адамның артынан ешқашан жүгірме. Мен жігітпен жүрмес бұрын өзімнің проблемаларымен және өзіме деген сенімсіздігімен жұмыс жасамағаныма өкінемін. Мен онымен бірге болғандағы іштегі алаңдаушылықтар мені жеп қойды және ол менің демалуыма, қарым-қатынасына рахат алуыма кедергі болатын. Оның маған деген сезіміне күмәндануым да қарым-қатынасқа әсер етті. Ешқандай ортақтығымыз жоқ қыздармен көп жүргеніме өкінемін. Ақыр соңында сен әлі үйленбедің. Ақыр соңында мен сол бақытсыздықтан құтылдым. Мен өзімді шын жүректен сүйген адамды қатты ренжіттім, оны алдадым. Одан кешірім сұрап қадам жасаудың орнына тастап кетіп қалдым. Осы үшін өмірімнің соңына дейін өкініп өтемін. Қазір ол тұрмыста. Мен бұрын қыздардан кейбір қызықшылықтарымды және хоббилерімді жасыратын едім. Өйткені олар үшін ақымақ көрінеді деп қорқатынмын. Ал оларды жасыруды қойғаннан кейін мен өз махаббатымды кездестірдім. Ешқашан өздерінің қызықшылықтарыңнан ұялмаңдар. Бұлар сені ботаник немесе ақымақ қылып көрсетуі мүмкін. Бірақ сенің осы қызықшылықтарына күлетін адам саған керек емес. Мен 22-демін және әлі ешкіммен жүріп жүрген жоқпын. Сондықтан менің қарым-қатынастағы қателігім ол ешкіммен жүріп көрмегенімде деп ойлаймын. Жүрегімді қатты жаралаған бұрынғы жігітімді қайтадан қабылдадым. Бұл менің өмірімдегі ең үлкен қателік болды. Кейін ол менің үйленуімізге 3 апта қалғанда тастап кетті. Соңғы 5 жылда мен қатты сындым, психологиялық күйзеліске ұшырадым. Мен әлі де сол ауыр қайғымен күресіп келе жатырмын. Тек қана дос ретінде жақсы көретін жақын досыммен жүріп жүрмін. Досыма оған ғашық екенімді айтпағаныма өкінемін. Достықты қорғауым керек дегенім шын мәнінде менің қорқақтығым еді. Негізі достарыңа ғашық болсаңдар, оны ашық айтқан дұрыс. Соңында екеулерің жүріп бастайсыңдар немесе алыстай бастайсыңдар. Егер ол жайлы айтпасаң, досың басқа адаммен жүріп бастайтын болса, ол сен үшін өте ауыр болады. Бірнеше жыл бұрын Tinder қосымшасы арқылы бір қызбен танысқан болатынмын. Әңгімемізде ол маған ауылға уақытша сапармен келгенін, қонақ үйде жатқанын айтты. Біз қонақ үйдің сыртында кездесіп, жақын маңдағы Starbucks кафейнясына кофе ішеміз деп келістік. Мен қонақ үйдің кіре берісіне жеткен кезде, оны басқа бір жігітпен көлікпен қонақ үйдің алдынан түсіріп тастағанын байқап қалдым. Мен оған жақындап,
амандасып жақынырақ таныстым. Содан кейін кішкене сыртта жүріп Starbucksқа баруды ұсындым, бірақ ол жолдың арғы бетіндегі кафейняға барайық деді. Мен келістім. Кездесудің қалған бөлігі онымен жақын танысудан және қазіргі іс-сапары туралы әңгімелерден тұрды. Сол әңгіме барысында ол қайта шарап тапсырыс беріп, дәретханаға көп шығып отырды. 2 сағат отырысымыздың соңында бізге есепшот алып келді. Мен $100 маңда шығады деп ойлаған есепшотта $560 дегенді көргенде шошып кеттім. Амалсыздан төлеуге мәжбүр болдым. Мен туған жерде, егер жігіттер қызды кездесуге шақырса, жігіт бүкіл шотты төлеу керек деген принцип қалыптасқан. Шотты енді төлеп болғаннан кейін ол маған клубқа барғысы келетінін айтты. Мен оған, әрине ертең кешке кездесейік, барайық дедім. Қоштасып болған соң, мен оны бүкіл жерден блокқа салып, номердің барлығын өшіріп тастадым. Кейін мен ол қыздың алаяқ екенін, сол қызбен кафейняның келісіп алғанын, қыз құрбан табады, ал кафейня әдейі сол кезде мәзірдің бағасын көтеріп жіберіп, ақша жасап алатынын білдім. Айырылысқаннан кейін дос болып қалу. Жас кезімде өзіме сенімсіз, өзімді жақсы көрмегеніме өкінемін. Негізі мен әдемі, сымбатты жігіт болғанмын, бірақ самооценкам төмен болды. Қазір 46 жасымда соны ойласам күлкім келеді. Мен бұған келісемін. Жас кезімде көп адамдар маған әдемісің деп айтатын еді, бірақ мен оған келіспейтін едім. Өйткені өзіме сенімсіз және самооценкам төмен болды. Шамамен 20 жасымда мен бір қызбен өте нашар қарым-қатынаста болғанмын. Оның артынан жүгіріп, өзімді төмендететін едім. Біз айырылысқаннан кейін бір күні кездейсоқ жігіт менің иығымнан ұстап, «Бауырым, өзіңді сыйлап үйренші, саған ұқсағысы келіп жүрген жігіттер өте көп. Сен осы түріңмен кез келген қызды қаратып аласың ғой», деген еді. Сол сәт әлі менің есімнен кетпеді. 14 жасымнан 19 жасқа дейінгі жылдарымды онлайн қарым-қатынасқа құрттым. Мені ұнатпайтыны айдан анық қыздың артынан жүгірмеуім керек еді. Бұл менің бүкіл мектептегі жылдарымның көрінісі. Дұрыс айтылған, сендерді сыйламайтын жерден жақсысы кетіп қалыңдар. Бұл менің өмірден алған сабағым. Мәселе, менің қызбен қарым-қатынас құра алмайтынымда. Кез келген қарым-қатынастың басы қызықты болып басталады және кездесулер көп болады. Мен сол кездесулерге көп уақытымды құрттым және өзімнің сүйіктіме көп көңіл бөлетінмін. Сөйтіп жүріп, мен өзіме көңіл бөлуді, уақытымның қалай өтіп жатқанына мүлде мән бермей кеттім. Мен көңіл күйім қарым-қатынасқа тәуелді болып қалған байқадым. Тым мазасыз болып кеттім. Жай ғана өмірден рахат ала алмай қалдым. Сендерге айтарым, өздеріңе көңіл бөлуді ешқашан ұмытпаңдар. Алған сабағым, көп нәрсеге басты ауыртпай, рахатпен өмір сүру керек. Бұл мен әлі де осымен күресіп келе жатырмын. Мен осыны құпияда сақтауға және сабырлы болуға тырысып жүрмін. Жалғыз жүр екенмін деп, көрінген адаммен қарым-қатынас бастап кетудің қажеті жоқ. Мен жаңа қалаға көшкенде осындай жағдайға тап болдым. Басында бәрі керемет болды. Өйткені бірден көп адамдармен араласып, жаңа достар таптым. Бірнеше жылдан кейін мен жалғыз болғаным үшін ғана көрінген адаммен достасып, өмірден көп нәрсені жіберіп алғанымды түсіндім. Мен әлі де өмірден өз орнымды таппаған сияқтымын. Бұрын қарым-қатынасты бірінші болып үзбеуге тырысатын едім. Ол арқылы қыздарды ренжітіп алып, көңілдерін қалдырып, олардың көзіне жаман жігіт ретінде көрінгім келмейтін. Сондықтан қарым-қатынаста болуым керек уақыттан ұзағырақ болатынмын. Жақында бұрынғы жігітіммен жақсы кездесу өткіздік. Кездесу шынымен жақсы өтті. Біз тіл табыса алдық. Біз бар жабылғанға дейін отырдық, әңгімелестік. Ол маған қайта оралғысы келетінін айтты. Мен неге болмасқа, ол өзгерген сияқты деп ойладым. Бірге үйге барып, бірнеше сағат бойы әңгімелестік, күлдік және түнімізді жақсы өткіздік. Таңғы 6-ға дейін ұйықтамай бірге жаттық. Келесі күні мен оған, «Сәлем, кешегі күніміз өте керемет өтті. Тағы бір кездесуге қарсы емеспін» деп жаздым. Ол да уақытты жақсы өткізгенін, бірақ енді кездескісі келмейтінін айтты. Мені көңіл күйім түсіп кетті. Мен оған тым болмаса дос болып қалуды ұсындым, бірақ ол менің жазғандарымды жауапсыз қалдырды. Мен ұлдар үшін бұндай заттар жасау өздеріне стереотип екенін білемін, бірақ бұрын соңды бұндай жағдай басымнан өтпепті. Өйткені менің өмірімде тек қана шынайы сезім бар, адал жігіттер болған.
Сондықтан мен ол күндер үшін әлі ұяламын және өзімді пайдаланып тастап кеткен қыздай сезінемін. Сол үшін онымен кездескеніме қатты өкінемін. Нашар қарым-қатынаста болуымның 3 себебі. Мен тыңдамадым. Ол маған қызықсызсың дегенде. Мен тыңдамадым. Бәрі оның ақымақ екендігін айтқанда. Мен ешкіммен жүргім келмесе де, онымен жүріп алдым. Өзім осындай деңгейге дейін байланады деп ешқашан ойламаппын. Бұл жерде бір шикілік бар. Ал мен жас кезімде, мүмкіндігім бар кезде көп қызбен жүріп қалмағаныма өкінемін. Дәл солай ғой бауырым, жас кезіме қарасам, қыздармен керемет мүмкіндіктерді жіберіп алыппын. Барлығы құрып кеткір төмен самооценканың кесірі. Анық белгілер көп болып еді ғой. Колледжде оқығанымда бір қыз бар еді. 10 жыл өтсе де оны арасында әлі ойлап тұрамын. Мен барлығын арақ бөтелкелеріне сақтап келдім. Біз қатты ұрсысып қалғанша. Мен бәрін бетіне бірден айттым. Қарым-қатынасым ол әйелмен сол кезде тоқтады. Сәлем, бұл менмін.